Тұрыш мектеп балабақша кешені коммуналдық мемлекеттік мекемесінің көркем еңбек пәні мұғалімі Анибаева Гүлжайна. Көркем еңбек сабағы. Сабағымыздың тақырыбы жартылай дайын өнімдерден тағамдар әзірлеу технологиясы. Осы сабақта қол жеткізетін оқу мақсаттарына тоқталып өтсек, әртүрлі тағамдарды дайындау үшін азық-түліктер, құрал-саймандар мен керек-жарақтарын анықтау және таңдау. Сабақ мақсаттары: жартылай орындалатын тағамдардың жасалу жолдары мен технологияларымен таныстыру. Олардың адам ағзасына жағымды және жағымсыз жақтарын өзара салыстыру. Оқушылар, оқулықтағы 84-ші бетке назар аударайық. Біз бүгін неге қол жеткізуіміз керек? Бүгін біз нені үйренуіміз керек? Біз не біліп кетуіміз керек? Дүкен тоңазытқыштарда лық толған осы тамақтардың бәрі жарамды ма деген сұрақтарға жауап алатын боламыз. Жартылай дайын өнімдер әрі қарай аспаздық өңдеуге дайын өнімдер. Көбінесе оларды жылыта салады. Дайындау үшін 20 минуттан артық уақыт кетпейді. Жиі пайдаланатын жартылай дайын өнімдер: көкөністі түшпара, етті түшпара, құймақ котлет. Мұндай өнімдерден мұздатылған күйде 180 тәуліктей сақталады. Сақтау мерзімі дәміне әсер етпейді. Жартылай дайын өнімдер: еттен дайындалған өнім: котлет, бифштекс, тефтели, бұршақ ет, шницель, зыразы және тағы басқа. Балықтан дайындалған: балық еті, балық котлеттері, балық таяқшалары және тағы басқа балық өнімдері. Нан тоқаш өнімдері: бәліш, самса, мұздатылған пицца, лазанья және тағы басқа нан өнімдері. Көкөніс өнімдері: көкөніс котлеттері, голубцы, көкөніс сыразылары, крокеттер. Қазіргі уақытта жартылай дайын өнімдердің түрі өндірілуде. Заманауи тәсілдермен мұздатылған жартылай дайын өнімдерде өнімнің пайдалы қасиеті сақталады. Уақыт жетпеген жағдайда дәмді тағамдарды тез даярлауға мүмкіндік береді. YouTube каналынан осы сілтемеге кіру арқылы түшпараның жасалу жолдарын көре аламыз. Ал енді оқушылар, сіздерге тапсырма. Бүгінгі сабағымыз бойынша жартылай дайын өнімнің жағымды жақтарын және жағымсыз жақтарын осы кесте бойынша жазамыз. Бағалау критерийлері: жартылай тағамдардың әлсіз және мықты тұстарын өзара салыстырады, тағамның өзара ерекшеліктерін саралап түсіндіре алады, берілген уақытты ұтымды пайдаланады, қорытынды жасай алады. Ал енді оқушылар, бүгінгі сабақта болған көңіл күйді бет-әлпетті салынған суреттерді таңдау арқылы кері байланыс жібереміз. Түсінбедім, сұрағым бар, түсіндім деген смайликтер бойынша. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.